Комовский домынан, мінекей, қараңыздаршы, екінің бірі қол жете бермейтін домдардың ішінен бүгін 4 бөлмелі пәтеріміз сатылымға шығып тұр. 180 шаршы метрді құрайтын осындай керемет роскошный зал, 1, 2, 3 бірдей жатын бөлмесі. Ар жағында тамаша қазір кухнясында көрсетеміз. Мынау негізі кезінде лоджия болған, бірақ пока кабинет болып тұр, но бір бөлме жасап жібересіз. Мына арқамызда өте кең, мінекей просторная бірінші жатын бөлмеміз, барлық жерде мінекей көріп тұрсыздар, паркетные полы. Мінекей үй сәл ескілеу болғанымен сапасы өте жоғарғы деңгейдегі домның бірі болып саналады. Таза күйген қыш, топовая локация. Бірінші мән беретініміз мінекей орналасқан жері, локациясы өте кең бөлме. Барлық бөлмеде кондиционер, мінекей решетки, төбе биіктіктерін байқасаңыз 3,5 метрді құрайтын осындай жер үймен тепетен келетін осындай керемет пәтерімізді шұғыл түрде сатылымға шығарып тұрмыз. Есіктерінің бәрі мінекей почти жоғарғы деңгейдегі мінекей Рам фирмасының есіктері. Мынау екінші жатын бөлмеміз қыз балдарға арналған, шағын ғана косметический ремонтты қажет етеді, бірақ полы, двери өте жоғарғы сапада. Бұған вообще тиюге деп не обязательно. Мінекей мынау біздің көріп тұрсыздар жаңағы каминіміз, ал мынау өте кең жаңағы лоджиямыз. Мінекей лоджияны бір жатын бөлме жасап жіберуге болады, пока бұл как кабинет болып тұр. Мінекей встроенный шкафтармен. И және кеттік енді тез-тез кухняны көрсететін боламыз. Мына сырттан кірген кезде өте кең кіреберіс, толық жиһаздармен жабдықталған, сантора раздельный. И мынандай кең прихожиймен мына жаққа кіреміз. Бұл столовая. Мінекей отбасылық екі бірдей терезесі. Бұл жерде де кондиционерге мән береміз. Кондиционерге қарап, үйдің жылын шығара беріңіздер. Мінекей бұл біздің столоваямыз. Мінекей жылына мән бермейміз, бұл домның сапасына мән береміз. Мінекей тамаша, мінекей обналичкамен есіктер, толық жиһаз Италия. Мінекей столешница, полы. Мына жерде полностью даже посудомоечный машинасына дейін орнатылған осындай керемет пәтеріміз шұғыл түрде қаланың қақ ортасында сатылымға шығып тұр. Толық мәлімет Realty Шымкент парақшасында.